Қазақ тілінің көркеюіне үлес қосқан азаматтар тіл жанашыры құрмет белгісімен марапатталды. Бұл салтанатты шара осымен 3-ші жыл ұйымдастырылып отыр. Биылғы марапат ұлттық мәселе аясында пікір білдіргендер, баспасөз, телевизия арқылы қалың көпшілікке әсер ете білген азаматтар және өз қаражатымен қазақ тілі мен мәдениетіне қатысты шараларға демеушілік танытқан меценаттарға берілді. Тіл жанашыры белгісі иегерлерінің ішінде Қазақстан Заман газетінің бас директоры Ахмет Аляс, президент әкімшілігі басшысының орынбасары Бауыржан Байбек, жоғарғы сот судьясы Әділ Құрықбаев, профессор Намазалы Омашев, ақын Жүрсін Ерман бар. Біреуді жігерлендіріп, біреуді қамшылайды, ал біреуді сол арқылы жалпы жетілдіріп отырады. Одан әрі қарай өзінің жұмысын жаңағыдай марапатталып жатқан саласына қарай бұрғызып та жібереді. Сондықтан да дәл қазіргі таңда мен мұндай марапат керек деп ойлап отырмын.